Assalamu алейкум. Бүгінгі видео қазы айналдыруға арналады. Мына алдарыңызда тұрған жылқының бір жақ қазысы. Біріншісі қатан қабырға. Оны алып тастайсыздар. Сосын жұп-жұппен 5 қабырға және де мынау телшік деп аталады. 5 қос қабырға шығады. Осылайынан барлығын тіліп аласыздар. Егер де шекке айналдыратын болсаңыздар, сосын екі қабырғаның арасын тағы да тіле саласыздар. Сонда ұзыннан шекке салынады. Немесе мен осындай қалың жерлерін ақ қаз дейді, немесе қос қаз дейді. Сондай жасайтын болам. Міне артқы бөлігін астыңғы етіне, пленкасына дейін жеткізіп тіліп аламыз. Майға чеснок пен тұз сіңу үшін, және де араларына да чеснок, тұз тұру үшін міне осылайынан арғы майға дейін тіліп аласыздар. Мына жандағы бөліктер кішкене ашық болады, соларға да тұз, чеснок саламыз. Алдыңғы бөлігіне кішкене тіліп қоямыз. Тұз, чеснок кіру үшін арасына кіргізіп салсаңыз жақсы болады. Міне өз қалауыңызша чеснок пен тұзды араластырып аласыз. Сосын оны қазыға жағамыз. Міне тілген жерге, қазы тілген жеріне тұз, чеснок толтырамыз. Айналдырып барлығын жағып шығамыз. Енді оны марлеге ораймыз. Марле тұз, чесноктың түсіп қалмау үшін керек. Оны енді көктеп тігіп шығамыз. Пісірген кезде бұны алып тастай саласыздар. Әзірге тұз, чесноктың түсіп қалмай сіңу үшін ғана керек. Міне осылайынан тігіп шықсаңыздар. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де басқалармен бөлісіңіздер. Ол кісілерді көрсін, үйренсін. Әрі қазақ осындай қазы жеп соғым сойсын. Міне көріп тұрғаныңыздай пищевой пленкамен орап тастаймыз. Бұл жел тимеу үшін. Бұл көктемге дейін сақталатын болғандықтан жел тимеген дұрыс. Жел тимеген нәрсе жақсы сақталады.